Сәлем достар, сіздермен Teacher Dina. Бүгінгі сабағымызда иди қалай дұрыс айтылу керек сөздің соңында соны үйренетін боламыз. Бұл жерде wanted, helped, called деген үш сөзді көріп отырсыздар. Барлығының соңғы жағында иди жазылған. Бірақ бұл иди әрқайсысы әртүрлі дыбысталады. Бірінші дыбысталуы it, wanted. Екінші дыбысталуы helped. иди жазылған, бірақ т деп дыбыстаймыз. Help. Үшінші дыбысталуы д, call. Бұл жерде де иди бар, бірақ бұл жерде біз д деп дыбыстаймыз. Сонда өздеріңіз көріп отырсыздар, идидің дыбысталуы үш жағдайда дыбысталып отыр. Ендеше бұның себебін білуіміз үшін видеоны соңына дейін тыңдаймыз және дәптерлеріңізге жазып алуға болады. Бірінші жағдайы, егер сөздің соңы ти және ди әріптермен аяқталатын болса, бұл жерге иди қосылған кезде біз оны ит деп дыбыстаймыз. Мысалға, нит деп жазылып тұр, ол ди әріпімен аяқталып тұр. Иди қосылған, біз оны ит деп дыбыстаймыз, не дейді. Екінші жағдайы, мына жерде көріп тұрған барлық әріптер егерде сөздің соңында келетін болса, және оған иди жалғанатын болса, онда біз оны т деп дыбыстаймыз. Мысалға, walked. Үшінші жағдайы, дәл осы әріптер сөздің соңында келетін болса, және оған иди жалғанса, біз оны жай ғана д деп дыбыстаймыз. Мысалға, clean. Егер барлығы түсінікті болса, бұл сөздер сіздерге үй тапсырмасы ретінде беріледі. Осы сөздердің барлығын оқып шығыңыздар және бұл сөздердегі идидің қалай айтылатындығын комментария жазып қойыңыздар, оның барлығын мен тексеретін боламын. Ендеше бүгінгі видеомды аяқтаймын. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.